Сәлеметсіздер ме, құрметті 9 сынып бітірушілері, сіздермен алгебрадан емтиханға дайындығымызды жалғастырамыз. 9-шы нұсқаға келдік. А бөлімі 10 тест сұрағы. Бірден видеоны паузаға қойып тұрып, алдымен өз біліміңізді сынап көріңіз. Қай сұрақтарда қиналдыңыз, видеоны өткізіп, қарап шықсаңыз болады. Ал біз бастайық. Бірінші есептеңіз дейді. Енді бұл жерде қараңыздар, ең оңай әдісі мына жерде 0,2 дегенді 2-ның минус 1 дәрежесі деп алатын болсақ, оны кубтауымыз керек. Жеке-жеке кубтайық. 2-ның кубы 8, 10 дәрежесінің минус 1 мен 3 көбейтіліп минус 3 дәрежесі болады. Ары қарай енді m квадратының кубы дегеніміз 6 дәреже болады, n кубының кубы 9 болады. Енді сыртында 1000 дегеніміз 10 дәрежесі 3 деп жазайық. m 4 бар, n 7 бар. Енді бұл жерде ықшамдалып кетеді 10 дәрежесі плюс минус 3-тер. Ары қарай 8 m көбейтіліп тұр. 6 және 4 дәреже қосылса жалпы 10 дәреже болады. n 9 және 7 қосылады, 16 дәреже болады. Бұл с нұсқасында тұрған жауап. Келесі бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтыл. Түбірдегі екі өрнектің айырымы болып тұр. Түйіндесі, яғни қосындысына алым бөлімін бірдей көбейтіп аламыз. Енді алымын өзгеріссіз жаза тұрайық. Ал бөлімі қысқа көбейту формуласы бойынша жеке-жеке квадраттарының айырымы. Оннан азайтамыз 2-ні. Енді коэффициенттері мән беріп қарасаңыздар, 12-ның 8-ге қатынасы дейді. Оны 4-ке бірден қысқартып жазатын болсақ, 3-дің 2-ге қатынасы болады. Қасында төбірасты 10 және төбірасты 2-ның қосындысы тіркеп жазылады. Бұл бізде А нұсқасында тұрған жауап екен. Келесі теңдеуді шешіңіз дейді. Ортақ көбейткіш y-ті шығарып жіберсем, жақшада қалады y квадрат азайтылған 7 тең 0. Бірінші түбіріміз бірден белгілі, жақша сыртындағы ол 0-ге тең. Ал жақшаның ішінен бізде екінші, үшінші түбірлеріміз плюс минус түбірдегі 7 шығады. Үшеуі тұрған жауап нұсқасы міне с нұсқасында тұр екен. Келесі бөлшекті қысқарт дейді. Алымнан ортақ көбейткіш минус 2-ні шығарып жіберсем, қалады x азайтылған 5. Бөлімі жалпы қарап тұрсақ, x азайтылған 5 деген екі өрнек айырымының квадратын беретін қысқа көбейту формуласына келіп тұр. Сол бойынша алымы мен толықтай мына жерде 1 дәреже қысқарып кететін болса, қалады минус 2 және x азайтылған 5. Бұл д нұсқасында тұрған жауап. Келесі парабола төбесінің координаталарын тап дейді. Енді x квадрат минус 2x толық квадратын ажырататын болсақ, x азайтылған 1-дің квадратын береді. Енді қос мүшесі плюс 1 болып тұр, бізге минус 4 керек, демек азайтамыз 5-ті. Сол бойынша парабола төбесінің координаталары 1 және минус 5 болып тұр. Бұл Б нұсқасында тұрған жауап. Ары қарай жалғастырамыз. 6-шы есеп анықталу облысын тап дейді. Түбірде тұрған өрнекті толықтай көшіріп жазып, оны 0-ден үлкен немесе тең деп қарастыратын болсақ, бұл жерде x-іміз үлкен болады екен, немесе тең болады екен минус 12-ге деген жауап с нұсқасында тұр. Келесі өрнектің мәнін табыңыз дейді. Түбірасты 2-ні көбейтеміз. Синус 45 градуста түбірасты 2-ның 2-ге қатынасы азайтылған төбірасты 3-ті көбейтеміз. Тангенс 30 градуста төбірасты 3 бөлінген 3. Екеуі де енді ықшамдалып 1-ді береді. Демек 1-ден 1-ді азайтатын болса 0-ге тең. А вариантында тұр. Келесі арифметикалық прогрессия құрайтын тізбектің айырымы неге тең дейді. Яғни д-ны анықтауымыз керек екен. Жалпы 16-шы мүшесі бізде формула бойынша бірінші мүшесі қосылған 15d. Енді бар мәліметтерді қоятын болсақ, 67 тең екен, А1 7-ге тең плюс 15d. Осы жерден 15d тең болады 60-ға, ал d, яғни арифметикалық прогрессияның айырымы 4-ге тең екен. Д нұсқасында тұрған жауап. Көбейткішке жіктеңіз дейді. Демек, екі жақшаға жіктеуіміз керек. Енді бірінші жақша дайын тұр, оған тиіспей тұрайық. Екіншісінен азайтамыз 2-ні дейтін болсақ, қалады 3x азайтылған 4y тең. Сонда екеуінде де бар жақшаны шығарып жүретін болсақ, 3x азайтылған 4y. Келесі жақшамыз болады 2x азайтылған 2. Енді екінші жақшаға қарайтын болсақ, екеуінде де
2 деген ортақ көбейткіш бар, иә? Оны да жақша сыртына шығарып жіберсек, көбейткішке әдемі жіктеледі. Сонда деген түріміз осы түрде екен. Бұл бізде Б нұсқасындағы жауап. Келесі 10-шы есеп оп-оңай, бірақ осы есеп өте қызық, берілгені мұқият болу керек. Қараңыздар. Жәшікте 2 көк, 3 ақ, 4 қызыл шар бар. Кездейсоқ алынған кез келген шардың көк шар болмау ықтималдығын табыңыз дейді. Демек, қараңыздар. Бізде жалпы шарлар нешеу? 9 шар бар, иә? Енді көк еместері, демек ақтар мен қызылдардың қосындысы жетеу. Дәл осы жауап міне Д нұсқасында тұр екен. Осымен құрметті білім алушылар, 9-шы нұсқамыздың А бөлімінде толықтай қарастырып біттік. Сіздерден кері байланыс күтемін. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар, немесе барлығы түсінікті болса лайк басып қойыңыздар. Каналға тіркеліп, Б бөлімін күтіңіздер.